Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Мынау жеңілдетілген автонесие бойынша кезекке тұрудың тәртібін дұрыстап, толық зерттеп, бізге жеткіз деген пікірлер өте көп жазылды. Сол үшін мен қазір Қазақстан автобизнесі қауымдастығына барамын. Сол жерде келістім, барлығын түсіндіріп айтып береміз дедім. Ендеше соңына дейін көріңіздер. Банкке кезекке тұрған кезде көлігіңіз келмей қалса не болады, немесе көлігіңіз келіп тұр, бірақ банктен әзірге несие ала алмай тұрсаңыз, ондай жағдайда не істеуге болады? Қазір барлығын білеміз, көрсетемін. Аты жөнің, қызметің? Саламатсыз ба? Сату бөлімінің кеңесшісі Байтонов Исламбек Баладесов. Аха. Көлікті сатып алған кезде сақтандыру сол көліктің құнына кіре ма? Сақтандыру және көлікті тіркеу ол сатып алу үшін өз есебінен болады. Көлікті алатын кезде кезектен тыс менің алдыма басқа біреу өтіп кетпейтініне мен сенімді бола алам ба? Басқа біреу менен бұрын алып кетпей ма? Менен кейін келген адам. Несие бойынша кезек тізбегін банк өкілдері өз тарапынан қамтамасыз етеді. Өйткені қаржыландыру мен несие берумен банк өкілдері айналысады. Біз өз жағымыздан бағдарлама бойынша автокөлікпен қамтамасыз етумен айналысамыз. Яғни жеңілдетілген несиенің кезегіне сіздердің қатыстарыңыз жоқ. Сіздер тек қана көлікті бересіздер. Біз өз тарапымыздан бағдарлама бойынша көлікпен қамтамасыз етумен айналысамыз. Келесі сұрақ, жаңағы. Егер банктен рәсімдеп жүрген кезге дейін ең алғашқы баға бірнеше 100 мың теңгеге өсіп кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда оның айырмасын кім төлейді, қалай болады? Егер де несие алушының несиені рәсімдеп жатқан аралығында автокөліктің құны қымбаттап кетсе, үстінен қосылатын ақшаны сатып алушы өз тарапынан немесе өз есебінен қосады. Жалпы көлікке кезекке қалай тұруға болады? Егер де несиемен емес, жай ғана көлікке кезекке тұрғылары келсе, сатып алушылардың, олар ешқандай несие бермеусіз біздің дилер орталыққа келіп кезекке тұра алады. Өз автокөлігін таңдап, үлгілерін таңдап, өз аты жөні мен телефон нөмірін қалдырып кетсе, автокөліктер келгеннен кейін біз хабарласамыз. Енді қысқаша түсіндіріп өтейін. Кезекке тұрған кезде екеуі бір уақытта нақты келетіндей, мысалға сәуір айының 15 күні банктегіде кезегіңіз келеді, сәуірдің 15 күні сіз тапсырыс берген көлікте келеді деп, нақты ондай кезекке тұру мүмкін емес. Бірақ бұлай жұмыс істеуге болады. Мысалы, егер сіздің көлігіңіз, тапсырыс берген көлігіңіз бірінші келіп қалса, бірақ сіздің банктен кезегіңіз келіп, сіз әлі несие алмай тұрсаңыз, автосалон сізді күтпейді. Яғни ол сіздің тапсырыс берген көлігіңізді ол басқа адамға сатып жіберуге, сата беруге құқығы бар, өздері солай жасап қойған. Енді ол бір жағынан түсінуге болады, дұрыс нәрсе. Ол сіз аласыз ба, ертең сізге банк несие бере ме, ол сізді бәлен апта күтіп жүрген кезде бермей ме, ол да белгісіз. Бірақ егер де сіз банктен одобрение алып алсаңыз, мысалға осындай көліктің қанша тұратын білдіңіз, мысалға 10 миллион теңгеге сіз бардыңызда банктен алып алдыңыз, ол сізге гарантийный письмо дегенді береді. Бірақ сол нәрсемен, гарантийный письмомен сіз автосалонға барып, тапсырыс беріп, белгілі бір уақыт күтіп, көлігіңізді аласыз. Мысалға сіз 9 миллион 500 мың теңге тұратын көлікті таңдадыңызда, соның счетына оплату алдыңыз, сол бойынша банкқа барасыз, банк сізге одобрение береді. Сол одобрениемен гарантийный письмо береді. Сіздің көлігіңіз келгенге дейін сол гарантийный письмомен күтуге болады. Сол гарантийный письмо арқылы кейін оны рәсімдеп көлігіңізді ала беруге болады. Қарапайым түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл мәселені Қазақстан автобизнесі қауымдастығы жетекшісінің орынбасарына хабарласып, сол кісіден қазір мен барлығын анықтап сұраймын. Бірақ бір ескеретін жағдай, ол маман орыс тілде екен.
Сондықтан сұхбат орыс тілінде болады, ал қазақ тілді аудитория үшін видеоның соңында қысқаша толық нақты түсіндіріп өтемін. Ендеше хабарласайық. Анар ханым, бірінші өзіңіздің аты жөніңіз бен қызметіңізді толық айтып өтіңізші. Анар Макашева, Ассоциации казахстанского автобизнеса. Қызметіңіз қалай? Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса. Автобизнес дегенде жаңа автокөліктерге қай маркалар сіздерге қарайды, әлде барлық автобизнес толық сіздер қамтисыздар? Барлық біздің ассоциацияға біздің производители, и в нашу ассоциацию входят официальные производители и официальные импортеры и представители иностранных изготовителей. Мынау 4%-бен несие басталған кезде сұраныстың тым тез жылдам артатыны белгілі. Сол кезде біз жаңа көлікпен халықты қамтып үлгереміз ба? Наша ассоциация, мы примерно предполагаем так, что если исходить из суммы максимального займа на одного заемщика в размере 10 миллионов тенге, то единовременно, минимально по данной программе порядка 10 тысяч граждан смогут получить кредит сразу. Вот 10 тысяч граждан получат кредит сразу, а остальные граждане смогут получить кредит по этому же финансированию из уже возвратно-револьверных средств. Ну, тоже в этом году, но в смысле из возвратных револьверных средств. В прошлом году наши производители произвели больше 100 тысяч машин. И план на этот год произвести больше 100 тысяч машин. То есть у вас если не будет с поставкой, да? Проблем с поставкой не будет, потому что если 10 тысяч... Мы хотели предоставить в этом году порядка 100 тысяч машин нашим гражданам, да? А 10 тысяч – это 10% от общего объема, понимаете? Я вот, например, хочу купить определенную машину с определенной комплектацией и в определенном цвете. Например, скажем, это Hyundai Accent черного цвета, полная комплектация. У меня очередь в банке подошел, я вот в данный момент могу уже оформить кредит, но в данный момент в салоне нету именно такой машины. Мне придется ждать, пока ее соберут, привезут месяца два. Да, что могу я сделать в таких ситуациях? Да, по вот этой программе предполагается электронная очередь. Вы можете встать в эту электронную очередь и забронировать для себя автомобиль по этой программе. И с возвратно-револьверных средств, когда деньги соберутся, вы сможете получить льготное кредитование. Керісінше басатшы. Мысалы, жаңағы барлық ақшаны беріп тастадық. Сол кезде көлік сіздерден келді. Менің алғым келетін көлік келіп тұр. Бірақ менің банкте кезегім өтіп кетті. Енді револьвердің толғанын күтуім керекпін. Сіздер менің банктен несие алуға мысалға мүмкін мен бір ай күтуім мүмкін, 2 апта күтуім мүмкін, қайтадан толып маған несие бергенше. Сіздер мені күтесіздер ме, әлде жаңағы мен тапсырыс берген көлікті басқа біреуге сатып жібере аласыздар ма? Если, допустим, к вам машина сейчас подошла, а, допустим, очередь по кредиту еще не пришла, то вам надо будет выбрать, либо вы должны будете купить эту машину по другой программе какой-нибудь, либо вы должны будете отказаться от этой машины и подождать другой автомобиль в тот момент, когда придет ваша очередь. Яғни банктағы очередь пен салондағы очередьті келтіру оңай емес па? Ну, смотрите, что такое очередь по машине, да? Да. По идее, вы, например, выбираете ту комплектацию, которую вы хотите. Да. А деньги, например, финансирование пришли сейчас. Банк вам скажет, ты заявку получил, ты заявку подал, а кредит можешь получить. Но вы говорите, у меня сейчас машины нет. Банк скажет, хорошо, переподай заявку. Тогда, когда твоя машина придет. Банк, конечно же, не может вам выдать кредит заранее, это же невозможно. Чтобы выдать кредит, надо, чтобы машину оформили, поставили ее на учет, техпаспорт оформили, машину в саму в залог поставили. Поэтому без самой машины получить кредит нельзя. С прошлой программы, например,
ежемесячно порядка 100-120 машин по Казахстану оформляется из возвратно-револьверных средств. Аха, енді қазір 100-120 емес, ай сайын мынау екі есе көбейгесін 200-250 300-ге жуық машина Да, ай сайын сатылып. примерно, да, примерно, да. Аха, енді не бойынша сұрайын? Первоначалка, алғашқы жарна дейді ғой қазақша. Кез келген машинаны алатын кезде мен первоначалка төлеуге құқым бар ғой. Мысалға 10 миллион теңгеге сіздерден бір машина алайын деп жатырмын. Мен аламда 6 миллион теңгесін менде болса төлеймін, қалған 4 миллионын по программе могу оформить, да? Да. Теперь тогда такой вопрос. У меня сейчас есть машина, на которой я езжу. Я могу ее как первоначалку оставить по трейд-ин, остальное оформить по программе? Если этот автосалон, в котором вы выбрали новую машину, такую услугу делает, то вы можете так сделать. Если такой автосалон такую услугу не делает, то тогда вам надо будет сначала свою старую машину продать, а потом уже оформлять новую машину. Насчет трейдина надо договариваться именно с автосалоном, да? Ну, Насчет трейдина, Да. если автосалон сам такие услуги делает, то вы так можете поменять. А если он такую услугу не делает, то вы так нельзя. Банк несие беріп тұрса, бірақ әзірге көлігіңіз автосалонда жоқ, яғни келмей тұрса, маманның айтуынша сіз банкке қайтадан өтініш біраз уақыт өткеннен кейін, көлігіңіз келгеннен кейін қайтадан өтініш беруге мәжбүр боласыз, себебі сіздің көлігіңіз жоқ. Сіз қалаған комплектацияда, сіз қалаған түстегі көлікті алғыңыз келсе, солай күтуге мәжбүр болады екенсіз. Келесі мәселе, алғашқы жарнаға байланысты кез келген көліктің алғашқы жарнасын өзіңіз қалаған соммада төлей аласыз. Ал трейд-ин мәселесіне байланысты ол автосалонның ұсынатын қызметіне байланысты. Егер сіздің қазір мініп жүрген көлігіңіз бар болса, оны трейд-ин тәсіл емес, сіз автосалонға тапсырып, қалған 4%-бен алып кетем десеңіз, ол автосалон егер сондай қызмет ұсынатын салон болса, ешқандай қиындығы жоқ. Оны тура солай рәсімдеуге болады деді. Әзірге осы, өздеріңізді тағы да қандай сұрақтар мазалайтын, қандай мәселелер қызықтыратын комментарийға жазыңыздар. Нақтылап, анықтап, сұрап, біліп сіздерге дұрыс сенімді ақпарат жеткіземін. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, видеоны таратыңыздар. Амандықта жүздесейік.